мен тағы да жұмыстамын. Кеше түнімен жұмыс жасадым. Одан кейін қазір тағы да таңертең жұмысқа келіп алған жайым бар. Шаштарыңызды күтіп жүріңіздер, шаштарыңызды қарап жүріңіздер. Және де уже сезон басталып жатыр, жазы келе жатыр. Жаңадан өзгеріс керек болса, жаңа техника, жаңа түс керек болса, білесіздер, кімге хабарласу керек екенін жекемен жазасыздар, шаштарыңыздың фотосын жібересіздер, предоплата жіберіп алтынға жазыласыздар. Жарай ма? Мен сізді күтемін. Ардақты да асыл арулар, маған үміткер болып келемін десеңіздер, мына жердегі төмендегі сілтемені басыңыздар. WhatsApp-қа өтесіздерді. Мен Айбатқа келейін деп едім. Қай күндері келуге болады деп жазасыздар. Сол. Мен үміткер шақырамын. Мен үмітті жанмын. Келіңіздер. Сәлем, қалайсыңдар? Қалдарың қалай қыздар? Міне осындай ұзын шаш келіп тұр. Бразильский окрашивание керек дейді. С бликами хочет. Результат істеліп көрсетем. Жарай ма? Көтеремін де бүйтіп түсіріп қалам ғой, короче. Или басқаша істеймін, көресіз. Так, достар, мынау шашымыз. Сіздер назарларыңызға қарап қойыңыздар. Былай да былай. Былай да былай. Былай да былай. Чимо иясы деп сөйлеп кетсең, ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Аман-есен жүріп жатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай жалпы? Мен жоғалып кеттім, біраз көрінбей кеттім, ауырмын, конкретно әлі ауырып жүрмін. Сол қатты ауырып қалдым. Сол ангина, грипповать етіп, ісіп, температура, сол түнімен алып шыққан жайым бар еді. Сол енді аяқтан тұрып, сол қазір өзім жарым түзеу кетіп бардым қолымда. Алайда ұзақтар бар. Сол, мен сіздерді сағындым. Рахмет қолдауларыңызға. Әрдайым лайк, реакция, комментарий всегда қабылдаймын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум, тағы да қайырлы кеш, амансыздар ма, аман-есен жүріп жатсыңдар ма? Бүгінгі эфирге жайлы көбісі көрді, біреулер көрмепті. Мен дінге қарсы ештеңе айтқан жоқпын, дінге қарсылығым жоқ. Әрине мен альхамдулилля мұсылманмын. Заринаның өзінің ағаттықтары бар, оны айттым, оны шыдамады, кетті. Жарайды, арамызда бір алдыңғы эфир емес, осыдан бір 2 апта бұрын ба бір кейкілжім болды. Эфир кезінде, реклама кезінде, сол кездегі жасалған әңгіме, сол кездегі диалогқа мен кешірім сұрап, қол алысып жапқан теманы өзі қайтып көтеріп отыр, өзі қайта сөйлеп отыр. Сондықтан да зәл түртіп кеткенім бар. Ол да мен балағаттап, ол да бүйтіп әңгіме айтады, пікір айтады екен, мен де пікір айтамын, оны көтере алмайды екен. Жарайды, енді көтере алмаса, енді менің не айыбым бар. Сол, маған жаза беріңіздер, хейт жаза беріңіздер, өздеріңіз біліңіздер. Бірақ енді қатты кетпеңіздер, жарай ма? Алла көріп тұр, Алла хақ. Сондықтан да мен сіздерге ештеңе айта алмаймын. Айгүлді қорғаймыз, қорғаймыз. Ол да ана, ол да біреудің қызы, баласы деген. Ассалаумағалейкум, қалайсыз уже? Жансая ханым. Қалай түсінсек болады? Бұл қалай? Бірге екеуі ғана байқадыңдар ма? Жоқ, ағарке бәріміз келдік қой. Біз әлі Арыстамыз. Тағы қонаққа келдік. Өшім, Арыста жүрсең, осы оңтүстікте айттап жүре береді екенсің, короче. Атмосфера осындай болып тұр, короче. Артан табиғи плов. Өмір болып отыр ма? Өмір ғоны. Короче, мұна үйде соңғы рет 10 жыл бұрын болған бұл, короче. Ой, саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Жақсы, өзің? Жақсы. Еркел бері. Кеп тұрсың ғой. Ой, саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Хорошо. Саламатсыздар ма? Мына жерде мультфильм көрсей? Ана жерде сен көр. Магазин қайда? Кеттік аяққа. Опа! Қалайсыңдар? Гуджан. Қайда тұр магазин? О, кеттігі! Қайда тұр магазин? Қайда? Қайда? Ал біздің Дана деген қыз, Дана бер кел. Кел. Андай, женственный, андай,
Өзі бүйтіп сызылып қалғансыз ба? Өзі сызылып қалған. Ұялшақ көйлегіңді көтермей.